Mercedes-Benz туралы 10 дерек. Mercedes-Benz Германияның автомобиль жасайтын компаниясы. Негізгі өнімдері жоғарғы класты автомобильдер, жүк автомобильдері, автобустар және тағы басқа көліктер. Daimler AG автомобильдер концернінің бөлігі. жылы Mercedes-Benz брендінің бағасы $61,9 миллиард доллар болған. Автомобильдер өндірушілерден Toyota компаниясынан кейінгі екінші орын алып, әлемдегі бүкіл брендтер арасында 11-ші орында болған. Компания 1926 жылы Германиядағы сол кездері екі авто өндіруші Daimler Motoren Gesellschaft және Benz компанияларының бірігуі нәтижесінде пайда болды. жылы Mercedes-Benz 2,31 миллион жеңіл автокөлік сатқан әлемдегі ең үлкен премиум көлік бренді. Брендтің ұраны ең жақсы немесе ештеңе. Daimler Қытайда Denza деп аталатын аккумуляторлы электр көлігін жасау және сату үшін BYD авто компаниясымен серіктес болды. 2016 жылы Daimler Қытайда Mercedes-Benz белгісі бар толық электрлі аккумуляторлы көліктерді сатуды жоспарлап отырғанын жариялады. Beijing-Benz Қытайда Mercedes-Benz маркалы автокөліктерді шығару бойынша BAIC тобымен бірлескен кәсіпорын. 2018 жылы Mercedes-Benz компаниясы Instagramдағы жарнамалық жазбаларының бірінде Далай Ламаның сөзін келтіріп, Қытайда дау тудырғаны үшін өз еркімен кешірім сұрады. Mercedes-Benz қазіргі уақытта фургондардың 3 түрін ұсынады: Citan, Vito және Sprinter. Олардың барлығын Daimler AG компаниясы шығарады. 2021 жылдың желтоқсанынан бастап Mercedes-Benz Trucks бөлімшесі Daimler Truck компаниясының бөлігі болып табылады және Daimler Chrysler бірігуінің бөлігі болған басқа қосалқы компанияларды қамтиды. Gottlieb Daimler әлемдегі алғашқы жүк көлігі 1886 жылы сатты. Олардың екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германиядан тыс жерде салынған алғашқы зауыты Аргентинада болды. Бастапқыда олар жүк көліктерін жасады. Олардың көпшілігін үшінші тараптар автобус ретінде пайдалану үшін өзгертті. Танымал Collectivo деп аталады.